Сәлем достар, біз бүгін балаларға арналған қыстық сапасы жақсы етіктен таңдайтын боламыз. Ол үшін мынандай поисковикқа детские зимние сапоги деп жазып аламыз. Осындай Қытай иероглифтері керек болса, комментарийға жазсаңыздар болады, мен сіздерге жіберемін. Жаздық. Жазғаннан кейін мына жерде, міне жаздық, мына жерде бізде фильтр бар. Фильтрға кіреміз. Фильтрға кіргеннен кейін міндетті түрде менің жазғанымды қайталаңыздар. Яғни мына жердегін таңдап аламыз. Бұл жерде біз таңдаймыз. Яғни фильтрға кіріп міне таңдап жатырмыз. Осыларды басамыз. Бұл жерде фильтрда качествосы жақсы, іші начоспен, сондай суыққа төзімді аяқ киімдер, яғни мысалы сырты әдемі болғанымен іші осенний болып қалуы мүмкін. Міне осыларды таңдап аламыз и мына қызылды басамыз. Міне біздің таңдаған аяқ киімдеріміз. Енді біз осыдан кіріп мысалға қарасақ болады. Зимний аяқ киімдер. Сапалары жақсы, қараңыздар. Қытайдың өзінің ішкі бренді болып табылады. Міне, бүйтіп қарайсыздар, ішіне кіріп көресіздер. Міне сантиметрмен жазылған қысқа арналған аяқ киімдер. Сосын балаңыздың размерін білмейтін болсаңыз, білесіз, бірақ оны міндетті түрде сызғышпен алып не істеп алыңыздар, өлшеп алыңыздар. Сонда ровно келеді аяқ киімдер. Міне осылай қарай бересіздер. Астына қарай түссеңіздер, качествосын барлық жазылған. Міне балаларға арналған жақсы аяқ киімдерді осылай таңдасақ болады. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап қойыңыздар. Келесіде бұдан да жақсы лайфхактармен бөлісетін боламын.